Әдебиеттік оқу. Сабақтың тақырыбы Ақбас торғай. Ертегі. Оқу мақсаты шығарманың мазмұнын жоспар бойынша өз сөзімен толық немесе таңдауына қарай мазмұндау. Су тіршілік көзі. Неліктен олай дейміз? Өз пікіріңді білдір. Пікірлеріңді дәптеріңе рет бойынша жаз. Мәтін мазмұнын тыңда. Ақбас торғай. Ертеде бір жылдағы 365 күн бойына тырс етіп жаңбыр тамбапты. Жер бетіндегі мәуелеп өскен ағаш та, құлпырған әсем гүлдер де, жайқалып тұрған өсімдіктердің жапырақтары да шыжыған ыстықтың салдарынан сарғайып солыпты. Бұдан былайғы жерде тірі жүрудің қиындығын білген құстар су табудың амалын қарастыру үшін көп болып жиналып кеңес құрыпты. Сонда құстардың бірі: теңіз жағалауына барсақ, кеберсіген тұмсығымыздың суға тиюі сөзсіз ғой, бірақ ол тым алыс, енді не істесек екен депті. Ақтырна: оның шарасы жеңіл, теңіз жағалауынан шоқып, бір арық қазсақ, судың өзі ағып келеді депті. Құстар бұл ақылды жөн көріп, теңіз жағалауынан арық қазуға бармақшы болыпты. Тек бір торғай ғана «жаным қиналмасын» деп төбе жағын әппақ қып бояп алыпты да құстарға: «Қылшылдаған жас емес, қырқылжыңның бірімін, басымда ағарды, бұл жұмысқа қайтып атсалыспақпын» депті. Құстар оған «қалсаң қал» дегеннен басқа ештеңе айта алмапты. Сөйтіп, құстар теңіз жағасынан тұмсықтарымен шоқып, арық қазуға жапа-тармағай аттаныпты. Олардың шоқый-шоқый тұмсықтары қанап кетіпті. Шыжыған ыстық күн қанаттарын күйдірердей болыпты. Олар ыстықтан шаршап, өлуге айналғанда ғана суы бар салқын жерге барып, аз тыныстап алып, жұмыстарын қайта жалғастырады екен. Сөйтіп, олар 7 күн, 7 түн тынбай еңбектеніп, теңіз жағасынан арық тартып әкеліпті. Су ағып өткен алқап жасыл түске еніп, гүл бәйшешек құлпыра ашылыпты. Бұны көріп, шаттанған құстар шаттық әнін шырқап, қуаныштарын салтанат етіпті. Басын ақ бормен бояған торғай ғана 3 құса болып жабырқайды екен. Қанат қағып шарықтауға, ән шырқауға оның дәті бармапты. Басқалар мазақтап күлеме деп, басында көтере алмапты. Қанша жуып арпалысса да, басындағы ақ борды кетіре алмапты. Сондықтан жұрт оны қазірге дейін Ақбас торғай деп атайды екен. Міне балалар, біздің Ақбас торғай туралы ертегіміз осы. Бұл жерде Ақбас торғайдың іс-әрекеті, ойы туралы қандай баға берер еді? Енді мәтінді өз бетіңше 2 рет, 3 рет оқып шығуға кеңес беремін. Және көрсетілген жоспар дәптеріңе жазып, осы жоспардың ішінен өз таңдауың бойынша немесе тұтастай баяндауыңа болады. 81 беттегі ертегі суреттерін өз ретімен
нөмірлеп баянда.